құрметті әріптестер, мен Рахымжанова Бақытгүл Төкенівна. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қосындық еселік мәселесі бірінші, екінші деңгей. Қосынды еселік мәселесі математикада қосынды еселік мәселесіне берілген логикалық тапсырмаларды әртүрлі тәсілдермен шешуге болады. Қосынды еселік мәселесіне байланысты есептер өзгеріп отырады әрқашан. Мысалы, 3 санның қосындысы 75-ке тең, егер де бірінші санды 3-ке көбейтсек, екінші сан шығады. Ал егер екінші санға 5-ті қосса, үшінші сан шығады. Бірінші сан нешеге тең деген сұрақ пайда болады. Бұл жерде бірінші сан x, екінші сан 3 көбейту x, үшінші сан 3x пен 5-тің қосындысы. Яғни шешуінде x қосу 3x, қосу 3x, қосу 5 тең 75. Яғни біздің бірінші санымыз ол 75-ке тең екен. Мынандай тапсырмада дүкенге барлығы 12 килограмм болатын 2 қорап кәмпит әкелінді. Бірінші қораптағы кәмпит, екінші қораптағы қораптағыдан 2 есе артық болса, екінші қорапта қанша килограмм кәмпит бар деген сұрақ. Бұл жерде де бір қорап 2x-қа тең, екінші қорап x, 2x пен x-тің қосындысы тең 12-ге тең. Сонда біз 3x тең 12, 12 мен 3-тің көбейтіндісі, бөліндісі 4-ке тең. Жауабы бірінші қорап 8-ге тең, екінші қорап 4-ке тең болады. Екінші тапсырмада қалам мен қарындаш 120 теңге тұрады. Егер қалам қарындаштан 3 есе қымбат болса, қаламның бағасы қаншаға тең деген, бағасы қанша теңгеге тең деген сұрақ пайда болады. Қалам 3x, қарындаш x-қа тең, 3x пен x-тің қосындысы 120-ға тең, 4x-тен 120. X-ті табу үшін 120-ны 4-ке бөлеміз, яғни қарындаш 30 теңге болады, ал қалам 90 теңгеге тең болады. Сатушы екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 есе артық алма сатты. Егер 2 күнде барлығы 42 килограмм алма сатса, бірінші күні қанша килограмм алма сатты деген сұрақ. Бұл сұраққа біз былай жауап береміз. Бұның шешуі бірінші күні x деп белгілейміз да, екінші күні 2x. X пен 2x тең 42-ге, 3x тең 42. X-тен 42-ні 3-ке бөлгенде, яғни жауабы бірінші күні 14 алма, екінші күні 28 алмаға тең болады. Төртінші тапсырмада плакат макеттен 9 есе арзан екен. Екеуі бірге 800 теңге тұрса, плакаттың бағасы қанша теңге? Бұл сұраққа біз былай жауап береміз. Бұның шешуі, яғни плакат x-қа тең, макет 9x-қа тең. X пен 9x-ның қосындысы 800-ге тең, 10x-тен 800-ге тең болады. 800-ді 10-ға бөлгенде, яғни x-тен 80 теңге, плакат 80 теңге, макет 720 теңгеге тең болады. Бесінші тапсырмада ағасы мен інісінде барлығы 270 теңге бар. Егер ағасында інісінен 3 есе және 30 теңге артық болса, інісінде қанша теңге бар деген сұрақ пайда болды. Шешуінде ағасы 3x пен 30-дың қосындысы, яғни інісі x-қа тең, 3x қосу 30, қосу x тең 270-ке. 4x тең 270-тен 30-ды алғанда 4x тең 240-қа тең. 240-ті 4-ке бөлгенде, яғни жауабы інісі 60 теңге, ағасы 210 теңге жұмсады. Асанның атасында 786 қой мен сиыр бар. Қойлардың саны сиырлардың санынан 5 есеге және 24-ке артық. Асанның атасында қанша қой мен сиыр бар? Бұл сұраққа, яғни қойды 5x қосу 24 деп белгілеп, сиырды x деп белгілейміз. 5x пен 24-тің қосындысы қосу x тең барлығы 786-ға. 6x тең 786 мен 24-тің айырмасы 6x тең 762-ге тең.
Әрине 762-ні 6-ға бөлген кезде сиыр 127, қой 659-ға тең болады. Арман мен інісінде 45 шар бар. Егер Арманда інісінің 3 есесінен 5 шарға артық болса, інісінде қанша шар бар? Деген сұрақ пайда болды. Шешуі Арман 3x қосу 5, інісі x-қа тең. 3x пен 5-дің қосындысы қосу x-тен 45-ке тең. 4x-тен тең 45 азайту 5 деймізді. 4x-тен 40, 40-ты 4-ке бөлгенде інісі 10 шар, Арман 35 шар.